Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз адамның ұйықтап жатып сөйлеуі нені білдіретіні туралы болмақ. Адамның түнде ұйықтап жатып қорылдағаны әрине жақсы емес. Бұл денсаулықта кінәраттың бар екенін білдіруі әбден мүмкін. Ал ұйықтап жатып сөйлеу қаншалықты дұрыс, мұның себебі неде? Бұл қаншалықты зиян? Сол жағын бірге қарастырып көрейік. Ғалымдардың есебінше бүкіл адамзаттың шамамен 5% ұйықтап жатып сөйлейтін көрінеді. Көбі бір-екі сөз айтып доғарса, кейбіреу тіпті монолог оқып кететін кездері болады екен. Ұйықтап жатып сөйлеу дегеніміз парасомникалық құбылыс. Ұйқыда жатып сөйлеу көбіне қалыпты нәрсе. Кейбіреуі былжырап міңгірлеп сөйлейді де қояды, ал басқалары айғайлауы мүмкін. Шошып ояну да осыған ұқсас. Адам ұйқыға кеткен кезде орталық ми жүйесінің қызметі ішкі латералды преоптикалық өзекке беріліп, ағзаның қарауыл күзеті ауысады да ағзада терең тынығу процесі басталады. Адамның ұйықтап бара жатып дір ете қалуы осы қарауылдың ауысқанын көрсетеді. Адам ұйқының 4-ші стадиясы өткен кезде ағзада екі түрлі химиялық зат бөлінеді. Оның бірі глицин, ал екіншісі гамма-аминді қышқылы немесе ГАМК. Бұл химиялық заттар аяқ-қол, бұлшық ет, ауыз жақ, бүкіл өне бойды семдіріп, парализ күйге түсіреді, яғни дене қимылдамай қалады. Адам түсінде аяқ-қолын қозғалтқанымен өңінде олай емес. Түс көріп жатып сөйлесе, айғайласа да оның өңінде олай істей алмайды. Қызықтың бәрі осы жерден басталады. Ғалымдардың айтуынша, адамның ұйықтап жатып сөйлеуіне екі нәрсе себеп болуы мүмкін, бірақ олар нақты емес. Біріншіден, адам ұйқыға кеткен кезде жоғарыда айтқан екі химиялық заттың бірі ағзада толық не дұрыс бөлінбесе, сандырақ басталуы мүмкін, яғни глицин мен ГАМК адамның басқа дене мүшесін бақылауға алғанымен, өнеш бөлігін, тамақ жағын бақылауға ала алмауы мүмкін. Ал екінші гипотеза мынадай. Адам ұйықтап жатып жартылай оянып кетуі мүмкін. Ұйқының бір стадиясынан екінші стадиясына өтіп, түрлі парасомникалық күйлер кешуі әбден мүмкін. Міне, сол кезде бір стадиядан екінші стадияға, тағы басқа да стадияларға өткен кезде ағзаның табиғи реакциясы болуы ғажап емес. Қалай десек те, ұйықтап сөйлеу аурудың белгісі емес. Бұл қалыпты жағдай деседі мамандар. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Ал сіздер болса, өз ойларыңызбен видео астындағы комментарийде бөлсеңіздер болады. Келесі кездескенше достар.